Ата-анадан өрбіген екі ұл, екі қыз едік. Ата-анамыздың бізге берген тәрбиесі бойынша төртеуміз бір-бірімізге бауырмал, мейірімді болып өстік. Бірақ солардың ішінде өзімшілдеуі мен едім. Алдымдағы әпкем де, соңымнан ерген екі інім де көнбістеу, тағдырдың басқа салған ауыртпалығына барынша төзуге бейім еді. Әке-шешем де сондай қарапайым жандар. Олар өмір бойы өздерінің маңдай терімен тапқан ақшаға балаларын асырап жеткізді. Үйдегі бірде бар, бірде жоқ өмірге мен қанағат ете алмадым. Анам маған ақылын айтып, «Қызым, біз секілді ішер ас пен киер киімге де жарымай аш-жалаңаш отырған талай адам бар жер бетінде. Қанша бай-дәулетті болса да, денсаулығынан айырылған немесе шаңырағында жылу жоқ отбасылар бар екенін де естен шығарма. Әр күніңе шүкіршілік етіп, бұйыртқан ырзық несібеңе риза бол. Сенің де өміріңе қызыға қарайтын жандардың барын есіңнен шығарма» деп санама жетер әңгімелерін айтса да, менің есіл дертімнің барлығы шалқыған байлықта өмір сүру болды. Отбасындағы ортаншы қыз болғандықтан көбіне үй шаруашылығынан қалыс қалатынмын. Анам мені әлденеге жұмсай қалса, мен інілерімді жұмсаймын. Көбінесе осындай қулықпен құтылып кететінмін. Қолым бос болғандықтан сабақтан келе сала өзіме тиесілі жеңіл-желпі жұмыстарды тез-тез бітіріп, теледидар алдына жантая кетемін. Телесериалдардан бастап түрлі ток-шоуларды тамашалаймын, концерт көремін. Кейде тіпті түннің бір уағына дейін сериал қараудан шаршамайтынмын. Менің ең қызығатын тұстарым да осы сериалдардағы өмір. Олардың кең сарайдай үйлері, әдемі киімдері және үйінде қызметші ұстайтындығы ғажайып өмір сияқты елестейтін. Осыншама байлығың болса, өмірде күрделі мәселе болмайды деп ойлайтынмын. Әпкем де, інілерім де орта мектепті ойдағыдай аяқтаған соң, ата-анамызға салмақ салмау үшін оқи жүріп жұмыс істеді. Қиналса да өздерінің жыртығын бүтіндеуге, өмір сүруге бейімделді. Ал мен оқып жүрмін деп ата-анамнан ақша алып тұрдым. Жеңіл өмір сүруге бейім едім. Жанымды артық қинағым келмейтін. Сондықтан мен өзімнің қандай екендігімді білгендіктен, әрі бала күндегі арманымды іске асыру үшін дәулетті жігітке тұрмысқа шығуды көздедім. Адам нені шын ниет етсе, сол арманына жете алады екен. Бірақ менің бар арманым бай жігітке тұрмысқа шығып, аста төк молшылықта өмір сүру болғанымен, мені шексіз сүйетін, иманы мен адамгершілігі мол жігітті кездестіре гөр деп тілемеген екенмін. Мейлі, ол рең басы келіспеген, қортық болса да, ақшасы көп жігіт болса, барлығын ақшамен түзетіп аламын деп ойладым. Сөйтіп, оқып жүрген кезімде көз сүзген жігіттердің еш қайсысы ұнамады. Бірі бай болғанымен ажырасқан еркек, ал біреулері байдың ерке ұлдары. Аңдығаны сауық сайран мен пайдасыз ішімдік пен есірткі еді. Не істерін білмей, ақшасын қайда жұмсарын білмей жүрген байдың ұлдарымен араласа келе, олардың психологиясын толық меңгердім. Сөйтіп, бұрын өзім айтқандай, бойы тапал, түрі де келіспеген, бірақ астында қымбат қара көлігі, үстіне кигені қымбат киім, реңіне қарамай, аяғын алшаң басып, кеудесін көтеріп жүретін жігіттің жүрегін жаулауға кірістім. Арманыма қол жеткізіп, мен ол жігіттің жары да атандым. Бастапқыда ата-енем өзімізге тең жермен құда боламыз деп қарсы болғанымен, күйеуі маған үйленді. Ұлдарының қалауына қарсы болмаса да, мен сол үйдің табалдырығын алғаш аттаған күннен-ақ енемнің ашық шабуылына төтеп беруге тура келді. Ол мені де, шыққан тегімді де, ата-анам мен бауырларымды да менсінген жоқ. Сонда да дос-жарандары мен туған-туыстарынан ұялғандықтан ғана дүркіретіп той жасады. Мен мұндай аста төк дастарханды
ерекше думанды өзім сүйіп көретін сериалда ғана болады деп ойлағам. Бір-бірімен жарысып, қаражатын есепсіз шашқан ата-енеме қарап, маған деген көз қарасы өзгеретін шығар деп ойладым. Олар құдалық болатын күні ата-анамды әбден дайындады. Олпы-солпы киіммен менің үйіме кіруші болмаңдар. Жалдаған көліктерің де қымбат болсын деген талабына ата-анамның шамасы жоқ екенін түсінген ата-енем кейін осы айтылғандардың барлығын өздері істеді. Яғни құдасы мен құдағиына қымбат киімдер кигізіп, анама гауһар көзді асыл бұйымдарды тағып барынша сәндеді. Мен де бұған қуанып қалғам. Ата-анам менің арқамда жоқшылықты ұмытатын болды. Дос-дұшпанның алдында мерейі бір көтеріліп қалатын болды деп ойлағам. Бірақ тойымыз өткен соң енем анам мен әкеме кигізген қымбат киімдерін, қымбат бағалы әшекейлерін қайтарып алды. Өзім армандағандай үй қызметшісі де бар. Бірақ енем мені сол үй қызметшісінен артық көрмейді. Ал ата-анам мен бауырларымды тіпті адам құрлы көрмейді. Менің өзім қалаған өмір осы болғандықтан ешкімге өкпелей алмаймын. Байлықтың адамға бақыт сыйламайтынына да сене алмай қалдым. Өйткені мен осының барлығын өз басымнан өткізген соң айтып отырмын. Көптеген адамдар байларға қызыға қарағанымен, олардың әрбір күні бақытты өтпейді және қарапайым өмір иелерінен гөрі сұрықсыздығы басым келеді екен.